Hey, bugün selam dostlar. Sizlerle birlikte sonrasında bu seride biz korkunçlu videolar eksa türlü çalıştırатын bolam. Men web kamera koysam. Ne koysam etir. Ot koysam sakta men sizlerge dürüst yerge koyam. Sizlerge ko'rinetli bolam. Kiritim olayım. Al ketdi deymiz. Usadım. Жаңа жылдың басталуына әлі бір апта бар болса да, 9 жасар Нурик Аяз атаның келуін асыға күтіп жүр. Тіпті ол әкесіне айтып үйдің ішін безендіріп қойды. Және Аяз ата хат жазып шыршаның астына қойып қояды. Аяз ата хат жазып үлгердің ба? Иә, түнде келіп оқитын шығар. Түнде дегенде жаңа жылдың басталуына әлі бір апта бар ғой. Ал сен болсаң ерте дайындалып қойған сияқтысың. Не болса да мен оны әр күн сайын күтетін боламын. Жақсы, енді жатып ұйықта. Сен ұйықтамайтын болсаң, Аяз ата келмей қалуы мүмкін. Жарайды. Түнде Нурик шырша тұрған жақтан бір дыбыстарды естиді. Әрине ол Аяз атаны келді деп ойлап, барып тексергісі келді. Шынымен де Аяз атаны көргендей болады. Қайда кеттің? Не дыбыс шыққан? Әке, бұл жерде Аяз ата болды. Оны қайдан көрушісің? Мен оны шыршаның қасынан көрдім, және байқаусызда оны қорқытып алдым. Ол қашып кетті. Балам, Аяз ата жаңа жыл басталғанда ғана келеді. Ал жаңа жылдың басталуына әлі бір апта уақыт бар. Мүмкін ол менің хатымды оқығысы келген болар? Мүмкін. Жақсы, енді орныңа барып жат. Ертесі күні таң атып, Нурик кеше көрген нәрсесіне әлі сене алмай отыр. Ол Аяз атаны түсімде көрдім бе, әлде өңімде көрдім бе деп басы қатып жүр. Осы кезде ол шыршаның қасынан өтіп бара жатып, бір нәрсені байқап қалады. Әке. Не болып қалды, балам? Мен саған кеше айтып едім ғой, Аяз ата менің хатымды оқуға келген болар деп. Қара, шыршаның астына менің жазған хатым жоқ болып кетті. Иә, сен дұрыс айтқан екенсің. Құдақшы балам, сен бүгін далаға шығып ойнаймын деп едің ғой. Иә, мен кеттім, бүгін досыммен бірге қармен атсамыз деп келісіп едік. Бар енді, бары ойнап кел, кеш батпай тұрғанда. Баласы далаға шығып кеткен кезде, әкесі жазған хатын алып, баласының жаңа жылға не қалағысы келетінін оқып отырды.
осындай кезде реклама болып кетеді ғой. Не болып кетті? Не болып кетті? Ой, как тут. Встречайте новую линейку пылесосов Bosch. Выбери свой Unlimited. Алдағы апта күндерінде бала Аяз ата келіп қалатын болар деп өте қатты күткен болатын. Тіпті ол қонақ бөлмеге жатып та күтті, бірақ Аяз ата келе қоймады. Жаңа жыл болар алдындағы түн басталды. Бала соңғы рет Аяз атаны көріп қалатын болармын деп тағы да бір тексеріп кеткісі келді. Қонақ бөлмеге барса, әкесі бір орында қозғалмастан тұр. Әке, мұнда не істеп тұрсың? Нурик, балам, қалайсың? Мен сені алып кетуге келдім. Айттым, қолын қараңдаршы, қолын қара. Нурик бұның бәрі түсте ойлағанымен. Түс екен ғой. Балам, бәрі дұрыс па? Не үшін айқайладың? Түс екен, түсі. Ештеңе, әке. Тек қорқынышты түс көрдім. Түсі ғой мынау, түсі. Бүгін бір минут қапты. Надайыл. Ал Нурик кешегі көрген түсінен әлі де қорқып жүр. Шын болды ма сонымен? Әке, не, бірдеңе болып қалды ма? Ештеңе. Мен түсінде Тек сені сұрайын дегенім, түнгі 12 болып қалды. Үстелге тамақтарды қойып, дайындала бермейміз дегенім ғой. Сау болды. Міне осылай Нуриктің